Мандариндер қызыл торлы пакеттерге жайдан жай салынбайды. Сәлем достар, сіздер мандариндер мен апельсиндердің дүкендерде немесе супермаркет секілді азық-түлік сататын жерлерде кейде қызыл торлы пакеттерде сатылатындығын байқаған боларсыз. Ал олардың сондай пакеттерде не үшін тұратындығын білесіз бе? Осы видеода олардың сондай пакеттерде не үшін тұратындығын және дұрыс апельсинді қалай таңдауға болатыны жайлы кеңес айтамын. Сондықтан лайк басып және видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Мұндай қаптамада ерекше ештеңе жоқ сияқты. Алайда бұл сатып алушыларды өнімге назар аудартып, оны сатып алғысы келу үшін жасалған болуы мүмкін. Түсті пайдалану арқылы сатып алушыны алдау оңай. Супермаркет сатып алушы көбірек ақша жұмсау үшін арнайы стратегиялар қолданады. Бірқатар ақылды стратегиялар: музыка қосып қою, сөреге тауарларды белгілі бір реттілік бойынша орналастыру, келушілерді тауарды сатып алуға итермелейтін айла амалдардың бірі қызыл торлы пакеттер. Бұл азық-түлік дүкендері қолданатын осындай айла амалдардың біріне жатады. Reader's Digest'тің айтуынша, апельсин қабығының фонындағы қызыл түс жемістерді қызғылт сарыға айналдыратын елес жасайды. Апельсин немесе мандарин неғұрлым қанық болса, оны сатып алушы соғұрлым сатып алғысы келеді. Тоқсары түс апельсинді балғын әрі сапалы өнімге айналдырады. Егер бірнеше лимонды бірдей қызыл торлы пакетке салса, олар сары емес, тоқсары болып көрінеді. Сондықтан лимон мен лайм әдетте сары немесе жасыл торлы пакеттерде сатылады. Сәйкесінше олар сары және жасыл болып көрінеді. Егер түске сену мүмкін болмаса, дұрыс піскен апельсинді қалай таңдауға болады? Достар, алдағы мақсатымыз 1500 жазылушыға жету. Егер де арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді. Taste of Home жұқа қабығы бар қатты апельсиндерді таңдауға кеңес береді. Жақсы апельсин ауыр болуы керек. Жеміс неғұрлым ауыр болса, соғұрлым оның шырыны көп болады. Қабығы тегіс және мыжылған болмауы керек. Маусымдық апельсиндерді сатып алу үшін қарашадан наурыз айларында сатып алған жөн.